Сәлем достар! Бүгін мен сіздерді IELTS тестілеуі және оның мақсатымен таныстырамын. Бұл емтиханды тапсырудағы 5 маңызды кеңестермен бөлісемін. Және теңі жоқ жалғыз қазақ тілінде жүргізілетін дайындық курсы жайлы айтып беремін. Алыстамаңыздар! IELTS дегеніміз не? IELTS ағылшын тілінде оқу жүргізілетін университеттерге түсу үшін қажетті тестілеу. Ол ағылшын тілі білімін тексеретін емтихан. Америка, Англия, Канада, Австралия сынды мемлекеттердегі оқу орындарына түссеңіз, сізге IELTS сертификат керек болады. Қазақстандағы Назарбаев университет IELTS сертификаты сұратады. Емтихан 4 бөлімнен тұрады: speaking, writing, listening және reading. Ең жоғары баға ол 9, ең төменгі ол 0. Ал енді емтиханды сәтті тапсыруға көмектесетін 5 пайдалы кеңеске көшейік. Алғашқы кеңес: listening бөліміне өзіңізге шпаргалка жасап алғаныңыз абзал. Оқушылардың көпшілігі 9 және 8 сандарын, G және J әріптерін шатастырады. Әсіресе емтихан кезіндегі стресстік жағдайда. Сондықтан бос тестілеу парақтарына жазуға рұқсат бергенде 9, 9, 8, 8 секілді түрпелер қалдырыңыз. Міне шпаргалка мынаған ұқсас. Екінші кеңес writing бөліміне қатысты. Writing бөлімінде жалпы 60 минутта 400 сөзге 2 эссе жазу қажет болады. Егер сіз осы 60 минутын 5 минутын жоспар құруға бөлсеңіз, онда бұл табысыңыздың 60%. Біріншіден, сіздің эсселеріңіз құрылымдалған болады, ал жазба құрылымды бағаланады. Екіншіден, сіз барлық ойларыңызды жазуға ұмытпайсыз және ойларыңызды есіңізге түсіруге уақыт жұмсамайсыз. Кез келген жағдайда жоспарларыңызға қарасаңыз ғана болады. Ал бұл онсыз да жеткіліксіз уақытты әлде қайда үнемдеуге көмектеседі. Үшінші кеңес емтиханның өзіндегідей жаттығу. Спортсмендер жеңу үшін жаттығатындай, сіз де ең жоғары балл алу үшін дайындалуыңыз керек. Дайындық тестілеулерін барынша нағыз тестке жақын жағдайда орындау керек. Яғни телефонды пайдаланбаңыз, жақындарыңызды сізге кедергі келтірмеуді сұраңыз. Міндетті түрде таймер қолданып уақытты белгілеп отырыңыз. Және ең бастысы емтихандағыдай жауап парақтарында жазыңыз. Осылай сіз шаман эсседегі сөз мөлшерлерін білетін боласыз. Төртінші кеңес speaking бөліміне қатысты. Жауаптарыңызды диктофонға жазып алыңыздар. Оларды қайта тыңдап, қателіктерді іздеп жоюға тырысыңыздар. Ал тілдік кедергіден өтіп, ағылшынша бос сөйлеп бастауға арналған Fiverr және italki тамаша сайттар бар. Онда сіз азғандай ғана сомаға ағылшын тілде сөйлеушілермен сөйлесіп, өз дағдыларыңызды жақсарта аласыз. Екі ресурсқа бәр сілтемені видео астында таба аласыз. Ең соңғы және ең құнды кеңес жауап парақшасында бос жолдар қалдырмау. Reading және listening бөлімдерінің әрқайсысында 40 сұрақтардан болады. Және оқушылар сұраққа жауап бермей, бос орындар қалдырып кетеді. Ешқашан бұл қателікті жасамаңыз. Егер дұрыс жауап бермей алсаңыз, сіздің бағаңыз төмендетпейді. Ал егер жорамалдап жасаңыз, жауаптың дұрыс боларына 1% болсын мүмкіндік бар. Ал кейбір жағдайларда мүмкіндік 33%-ға өседі. Мәселен, мынау секілді 3 жауап нұсқасы бар сұрақтар. Мінекей осымен IELTS-ті тапсыруға көмектестер кеңестеріміз аяқталды. Егер көбірек ақпарат алғыңыз келсе, қыркүйектің соңында ашылатын Қазақстандағы ең алғашқы қазақ тілінде өтетін онлайн дайындық курсына жазылыңыздар.
Курстың әдістемімізді мен Ауелбекова Динара Назарбаев университетінің жоғары білім беру мектебінің тілігі және Женева Бизнес School мектебінің MBA дипломының иегері жасап шығардым. Қатарында мектеп оқушыларынан бастап, жоғары оқу орындарында мұғалімдерге дейін менің 50-ден астам оқушылар 6-дан 7-ге дейін балдар алады. 10 тамызға дейін жазылу арқылы 20% жеңілдік беретін промокод алуға үлгеріңіз. Жазылу үшін төменді көрсетілген сілтеме бойынша курске тіркеліңіз. Барлығыңызға емтиханда сәттілік тілейміз. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап береміз. Біздің екінші видео келесі жексенбіде шығады. TOEFL және IELTS ерекшеліктер туралы сөйлесеміз.